Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Қалдарыңыз қалай? Мен даусым анық естіліп тұрса, чатқа жазып қойсаңыздар, естіліп тұр, или плюс деп белгілеп қойсаңыздар, байланыс барлығы дұрыс болса. Эфирге кіріп қатысып жатқандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгін мейлінше көп пайдалы ақпарат беруге тырысамын. Өте жақсы, рахмет көрсетіп жазып жатқандарыңызға. Мені танымайтын кісілер де бар сияқты араларыңызда. Қысқаша өзімді таныстыра өтейін. Мен Жорабеков Диас, Visa Travel консалтинг компаниясының құрылтайшыларының біреуімін. Біз 2021 жылдан бері нарықта жұмыс істеп жатырмыз. Қазақ тілінде қызмет беретін, болашақ бағдарламасы арқылы оқуға түсуге көмектесетін компаниямыз. Осыған дейін магистратура, тағылымдама бағыттары бойынша 250-ге тарта грант жеңіп алдық. Осылай қазір Қазақстан нарығында оқимын деген, шетелге кетем деген адамдарға консультациялық қызметтер ретінде сүйемелдеу көрсету арқылы оқуға түсіп, ошақа өздері немесе отбасыларымен келулеріне, визаларын ашып, біржолата білім алуларына жол ашып беріп жатырмыз. Қазіргі эфиріміз туралы қысқаша айтып өтейін. Бекарыс аға уже кетіп барады дейді. Иә, Бекарыс 25 келеді бұйырса, күтіп аламыз ошақтан. Қазіргі біздің эфиріміз қатты бүйтіп ұзақ болады деп ойламаймын, уақыттарыңызды көп алмаймыз. Мейлінше қысқа, нұсқа, сапалы қылып түсіндіруге тырысамын. Бүгін біз квоталар туралы сөйлесеміз. Соның ішінде ауылдан Америкаға ауыл квотасымен қалай баруға болады, ол жерде қандай мамандар бара алады, оларға талап қандай, не білу керек, не істеу керек, осылар туралы түсіндіремін. Одан кейін инженер бағытында жұмыс жасайтын мамандар, IT бағытында жұмыс жасайтын мамандар, осы кісілер қалай квотаны жеңе алады, оларға қандай талап қойылады, осылар туралы айтамын. Мейлінше қағаз қалам алып алыңыздар, түртіп отырасыздар керек нәрселерді. Үшінші бағыт бұл медицина мамандары, осы кісілер қалай оқуға тапсыра алады, болашақтың квота бөлігін қалай қолдана алады, осы туралы айтамын. Және биылдан бастап жаңадан қосылғалы жатқан мемлекеттік қызметкерлерге арналған квоталық бағдарлама туралы да азды көпті айтып беруге тырысамын. Дайынбыз ба? Кеттік па? Кеттік. Болашақ бағдарламасы негізгі болашақ бағдарламасының жасап жатқан жұмысы осы күнге дейін магистратура бағытында шетелге Қазақстанның азаматтарын оқуға жіберу болатын. Біраз күте тұрасың ба дейді. Жүре берейік, өйткені басқа кісілер неғылады, күтіп қалады. Болашақтың негізгі жұмысы бұл
магистратура бағыты бойынша адамдарды оқуға жіберу болатын. Сол бағытта олардың негізгі қойған шарттары бұл: магистратураға шетелдің университетінен оқуға түстім, шақыртуым бар деп алып келген адамдарға грант беріп жатқан болатын. Бірақ ол грант бермес бұрын болашақ белгілі бір іріктеу емтихандарын жасайды. Біздің жасап жатқан негізгі қызметтеріміз сол шетелдік университеттен шақыртуды алып келу жұмыстарын жасап беру адамдарға. Яғни шақыртуды алу, одан кейін Кешіріңіз, 11-ші сынып оқушыларына бола ма, болмай ма? бұл 11-ші сыныптарға қатысты емес, Айгүл ханым. Бұл Жақсы, рахмет. магистратураға түсетін адамдарға арналған. Сол үшін біз магистратураға оқуға түсірумен айналысып келе жаттық. Оқушыларды оқуға түсіру, одан кейін оларға шақыртуларды алып беру, сосын сол шақыртуларды қолдарына алғаннан кейін ары қарай болашаққа құжаттарын тапсырып, іріктеу емтихандарынан өтіп, стипендиат атанған соң визаларын жасап беру қызметтерін істеп жаттық осыған дейін. Одан кейін квота деген бағытты болашақ қосты. Не үшін? Өйткені ауылда жұмыс істейтін адамдардың қалада жұмыс істейтін адамдарға қарағанда ағылшын деңгейлері нашарлау. Инженер бағытында әсіресе мұнайшылар, сол кісілерді шетелде оқытқысы келеді мемлекет, бірақ ол кісілердің ағылшын деңгейлері қатты не емес, жақсы емес. Сол үшін мемлекет оларға 9 айлық бағдарламаны Қазақстанда ұсынады, одан кейін 3 айлық бағдарлама шетелге барып тағы да оқып келу мүмкіншіліктерін беріп жатқан болатын. Өстіп 12 ай оқытады да, 12 айдың соңында адамдарға айтады: сіздер шетелдік университеттен шақырту алып келіңіздер, біз ары қарай тағы да магистратураңызды төлеп береміз дейді. Болашақ осы үшін квота бағыттарын ашқан болатын. Әсіресе медицина бағытындағы адамдарды көбірек жіберу мақсатында, оларға көбірек мүмкіншілік жасап беру мақсатында. Екіншісі инженерлерге, үшіншісі ауыл мамандарына. Енді бұл жерде кішкене болады ғой, бір хитрость деп айтайын, түсініспеушілік деп айтайын. Мысалы, инженер деген кезде біздің ойымызға кімдер келеді? Мұнайшылар келеді, біздің ойымызға кен орындарында жұмыс істейтін адамдар келеді. Және болашақтың инженер деген категорияға кіргізетіндердің арасында IT мамандары бар, программистер. Осылар да болашақтың квотасын қолдана алады. Екінші, дәрігерлер. Дәрігерлер бізде көбінесе ағылшынша білмейді. Ол кісілер білетіндер болады, халықаралық жаңағындай түрлі конференцияларға барып жүргендер. Бірақ жалпы массасы білмейтін болғандықтан ол кісілерге айтады: сіздер квота бағытымен келгілеріңіз келсе, біз сіздерге ағылшынша курстарын берейік дейді. Бірақ базовый ағылшын тілі деңгейімен бірге келіңіздер дейді. Ол базовый деңгей деген сөз Duolingo English Test деген емтихан бар, Duolingo емтиханы. Соның сертификатын алып келіңдер дейді. Максимум 160 балл болса, содан 80 балл жинасаң жеткілікті дейді. Қалғанын біз көмектесіп береміз дейді. Бұл Duolingoның сертификаты IELTS-тың, TOEFL емтихандарының сертификатымен пара-пар емтихан. Duolingoда максимум 160 балл болса, соның 120 баллын жинасаң, 110 баллын, 120 баллын жинасаң, Американың университеттері сізге шақырту береді. Ал болашақ айтады да: сен 110 балға жетпей тұрған шығарсың деңгейің, бірақ хотя бы 80 балға жетіп алып кел, біз сені 110-ға жететін қылып оқытып береміз дейді. Квотаның ерекшелігі осы жерде. Көбісі осы айырмашылықты түсінбей жатады да. Сол үшін квотаның пайдасы қайда десеңіздер, осы ағылшын тілін қосымша оқытып беруінде болашақтың. Енді сіз квота арқылы ағылшын тілі деңгейіңізді дамыттыңыз. Одан кейін барып IELTS-ті немесе TOEFL-ды тапсырғаннан кейін шетелдің университетінен шақырту аласыз, болашақ ары қарай оқытып береді сізді магистратурада. Енді дәрігерлер бойынша болса, дәрігерлер бойынша болашақтың тізімінде белгілі бір дәрігерлердің мамандықтар тізімі бар. Ол жерде педиатрдан бастап тері дәрігерлері, хирургтар, кардиологтар, неонатологтар, бүкіл мамандықтар бар. Дәрігерлер негізгі мамандықтар, онкологтар, барлығы бар. Сол дәрігерлердің қай категориясында сіз жатасыз, демек сіз сол мамандықтар бойынша оқуға тапсыруыңызға болады деген сөз. Болашақ оқуыңыз төлеп береді деген сөз. Тек сол болашақтың базовый талаптарына сәйкес келсеңіз болғаны. Үшінші категория ретінде ауыл мамандары дейді. Бұл ауыл мамандарына осы жерде түртіп алыңыздар. Ауыл квотасы деген кезде көбісі ойлайды, ауылда жұмыс істеп жүрген мұғалімдер бара алады, немесе мемлекеттік қызметкерлер ғана бара алады деп ойлайды. Ауыл квотасы деген кезде онымен шектемеңіздер. Ауылдық территорияда тұратын, ресми түрде зейнетақы қорына ақша түсіп отқан инженерлер, медицина мамандары, ауылда прям медпунктта жұмыс істейтін дәрігерлер де жатады оған.
агрономдар, ветеринарлар, мына чатта жазып жатыр, ветеринарлар бола ма деп. Сол ветеринарларға да болашақпен бара беруге болады ауыл квотасы арқылы. Одан кейін ауылда әкімшілікте жұмыс істейтіндер, дом культурада жұмыс істейтіндер, мәдениет үйінде, мұғалім болып та жұмыс істейтін кісілердің барлықтары ауыл квотасымен тапсыру құқықтарына ие деп біліңіздер. Бірақ енді ауылда жұмыс істейтін адамдарда ағылшын тілін оқитын, курстарға баратын мүмкіншіліктер қатты көп емес қой. Сол үшін біз ол кісілерге мынандай мүмкіншілік ұсынып жатырмыз біздің команда ретінде. Әріптестермен жиналыс жасалып, осы мәселе талқыланып, сіздерге мынандай жеңілдік жасалынып жатыр. Бұл деген сөз, мысалы, ауылдағы адамдардың деңгейі көбінесе элементари, бастауыш деңгей. Сондай деңгейдегі адамдарға біз бір ай бойы бигинер деңгейі, яғни әріптен бастап ағылшын деңгейін үйрететін курстар береміз. Одан кейін 2 ай бойы elementary деңгейі, яғни бастауыштан чуть-чуть бір деңгей көтерілген адамдарға 2 ай бойы тағы да деңгейін көтеретін сабақтар береміз, elementary курстар. Ол біткеннен кейін 1 ай бойы тағы да pre-intermediate курстары беріледі, уже 3-ші деңгейдің сабақтары, ускоренно оқытамыз. Сонда жалпы 4 ай уже ағылшын көтеретін деңгейдегі сабақтарды оқиды адам. Осыны оқып біткеннен кейін 2 ай бойы таза дуалингоға дайындалатын сабақтар береміз. Дуалинго деген жаңағы IELTS пен пара-пар емтихан. Сол 2 ай бойы курсты оқып біткеннен кейін сіз дуалинго емтиханның тесттарын тапсырасыз. Сол жерден 80 балл, номинально 80 балл жинасаңыз, общий балл, онда болашаққа сіз тапсыруға квалифицированный маман боласыз. Мейлі ауылда жұмыс істеп жатқан адам болыңыз, мейлі инженер болыңыз, мейлі медик болыңыз, сізді нөлден бастап дуалингодан 80 балл алатын деңгейге дейін оқытып береміз. Жалпы оқыту мерзімі 6 айға созылады. Осы 6 ай уақытында білім алып, біздің курстарды алып, сабақтарды оқыған адамға тағы да бөлек бір платформа бар бізде. Сол платформаның онлайн 30-дан аса сабақтары бар. Сол сабақтарының барлығын тегін береміз, бонус ретінде сіздерге. Получается, ағылшын тілін үйрене алмадым дейтіндей себеп қалдырмаймыз ғой, түсіндіңіз бе? Квота арқылы тапсыру үшін. Енді сіз квота арқылы тапсыратын болғаннан кейін идеальный английский болу міндетті емес. Болашақтың комиссиясының алдына барғанда да кішкене онша емес болып тұрса да қорқудың қажеті жоқ. Олар түсінеді сізді квотамын деп айтсаңыз. Одан кейін сіз грантты жеңетін болсаңыз, онда болашақ ары қарай сізге айтады: сізге біз 9 ай бойы ағылшын тілі курстарын береміз. Қазақстанда оқисыз, ол Алматыда немесе Астанада болады. Сол аралықта сіз кәдімгідей 100% таңертеңнен кешке дейін ағылшын сабақтарына қатысу керек боласыз. Сол сабақтарға қатысасыз, сізге болашақ сол уақытта стипендия төлейді ай сайын, 9 ай бойы. Ол 9 ай курсыңыз біткеннен кейін 3 ай тағы да сізді шетелге барып тілдік курс оқып кел деп тағы да жібереді. Ол Америка болуы мүмкін, ол Еуропа болуы мүмкін. Сіз просто болашаққа тапсырар кезде қай мемлекетте оқығыңыз келетіндігін көрсетесіз. Сол көрсететін мемлекетіңізге сәйкес тілдік курстарға жібереді сізді. Барасыз, тілдік курста біліміңізді аласыз, 3 айда деңгейіңізді толық көтересіз. Одан кейін барып сіз неге кетесіз? Сол 12 ай периодыңыз біткен уақытқа дейін шетелдік университеттен шақырту алып келуге міндетті боласыз. Шақыртуыңызды аласыз, сол шақыртуды алдым деп болашаққа соны 12 айыңыздың периоды біткен кезде көрсетесіз. Ары қарай болашақ сізбен қосымша келісімдер жасайды да, сөйтіп ресми түрде барлығын рәсімдеп оқуға жібереді. Барып Америкадағы университеттеріңізге немесе Еуропадағы университеттеріңізге магистратураға кете бересіз. Жалпы алғанда квотаның бар білу керек ақпараты осындай, яғни түсіну керек нәрселері. Қысқаша айтқан кезде, бір қорыта кетейік. Ауыл квотасы үшін не істеу керек? Сізде дуалингодан 80 балл болу керек минимум, ауылда жұмыс істейтін адам болу керексіз, и сол арқылы болашаққа тапсырасыз. Енді инженердің, медиктің, ауыл мамандарының әрқайсысына қойылатын жеке-жеке талаптар бар. Сіз инженермін деп ойлаңыз. Мына жерде отырған кісілердің арасында инженерлер бар ма? Чатқа плюс деп қойыңыздаршы, инженерлер болса. Вот сол инженер кісілер болатын болса, мен чаттағы сұрақтарды көріп отыр, мен әріптесім сіздерге жауап бере береді. Жарай ма, Нұрсұлтан мырза? Сосын соңында болып жатса, мен тағы да жауап беремін. Инженерлер бар екен, өте жақсы. Инженерлерге қандай талап қойылады? Инженерлерге қойылатын бірінші талап, бұл сіз сол инженер бағытында действующий сотрудник болу керексіз болашаққа тапсырып жатқан уақытта. Яғни жұмыстан шығып қалмаған, декретте емес, кәдімгі действующий сотрудник болу керексіз. Ол бір.
осы инженер бағытында кемінде 1 жыл жұмыс тәжірибеңіз болу керек. Оны зейнетақы қорындағы түсірілімдер арқылы дәлелдейсіз, болашаққа анықтама көрсетесіз. Үшінші нәрсе, сіздің бакалавр дипломыңыз болу керек. Осы дипломыңыз және сіздің жаңағы инженер бағыт арқылы түсейін деп жатқан бағытыңыз екеуі сәйкес келу керек бір-бірлеріне. Сол дипломыңыздағы GPA орташа балыңыз 3 балдан төмен болмау керек. GPA 3-тен жоғары болу керек. Яғни университетті бакалавр жақсы бітірген адам болу керексіз. Осы болашақтың үшінші талабы. Төртінші талабы бар. Қазтест деген қазақ тілі білімін көрсететін тест бар. Сол тестті тапсырып, ол онлайн үйде отырып тапсырылатын тест. Сол жерде B1 деген деңгейдің көрсеткішін дәлелдеп шығу керексіз. Яғни B1 сертификаты болу керек. Қазақша білем деген сөз ғой ол. Осы нәрселеріңіз болса, бесінші нәрсе, сізде сертификат жаңағы Duolingoның 80 баллы болса жеткілікті. Осылардың барлығы, осы 5 нәрсе сіздің қолыңызда болса, инженер бағыты бойынша квалификациядан өтіп тұрмын деп ойлаңыз. Сөйтіп болашаққа тапсырамыз, документтің барлығын біз өткіземіз. Өткізгеннен кейін болашақ сізді іріктеу емтихандарына шақырады. Іріктеу емтихандары дегеніміз ол 3 емтиханнан тұрады. Математика, вербальный тест, психологиялық тест. Осы 3 емтиханды тапсырасыз, онлайн үйде отырып тапсырасыз. Біз ол емтихандардың үшеуіне де дайындық жасап көрсетеміз. Қайсысы қалай болады, неден тұрады, қандай сұрақтар шамамен болады. Біздің айтқан нәрсемізді жасасаңыз, в принципе, жақсы тапсырып шығуға болады. Осы 3 тест тапсырып біткеннен кейін төртінші емтихан бар, бұл интервью. Интервью болашақтың комиссия мүшелерімен Zoom арқылы жүзеге асады. Комиссияда 5 адам отырады, өстіп тікелей эфирде 5 адамның алдында олардың сұрақтарына жауап бересіз. Ол комиссияның алдына барғанға дейін әрқайсыңызбен жеке-жеке мен Zoom конференция жасап сіздерді дайындаймын. Не айту керек, қандай сұрақтар қояды, өзіңізді қалай ұстау керексіз, қалай жауап берген дұрыс, сіздің жауабыңызды тыңдаймын, соған орай сіздерге не берем, отзыв берем, да, былай айтасың, мына жеріңді былай дұрыста, мынауың былай дұрыста деп. И әдемілеп дайындалып аламыз. Сол дайындықтың негізінде көбінесе адамдар грант жеңіп жатқан сол. Біз мысалы декабрьде тізім шыққан кезде 50 грант жеңіп алдық та болашақтың. Вот сол 50 грантты жеңудің негізгі себебі осы интервьюдан жақсылап өткендіктің пайдасы. Сол үшін біз осылай дайындаймыз. Мен дайындаймын лично сіздерді. Бұл енді инженерлерге қойылатын талап. Түсіндік, инженерлерге қойылатын талап. Екінші, медиктерге қойылатын талап. Медиктерге кемінде 1 жыл жұмыс тәжірибесі болу керек деген инженерлерге қойылатын талап қойылмайды. Медиктерге айтады, сіз болашаққа тапсырып жатқан уақытта адамды емдеу бөліміне қатысты, немесе бір дәрігерлік бағытқа қатысты салада жұмыс істеп жатқан действующий сотрудник болу керексіз, яғни жұмыс істеп жатқан адам болу керексіз. Соны көрсетесіз. Екінші, сіздің бакалавр дипломыңыз болу керек, және ол жердегі GPA-ңіз, орташа балыңыз 3 балдан кем болмау керек. Осы, және үшіншісі жаңа қазтест B1 деңгейі болу керек. Төртіншісі, Duolingo сертификаты 80 балдан жоғары болса, дәрігер ретінде сіз қатыса аласыз деген сөз квотаға. Сөйтіп, сіздің құжаттарыңыздың барлығын болашақ алып, ары қарай сізді іріктеуге шақырады. Іріктеу этаптарында да бағанағы айтылған емтиханның барлығы өтеді. Енді сіз ағылшын тілі, егер іріктеуден өттіңіз, стипендияда атандыңыз, ағылшын тілі курстары біткеннен кейін шақырту алу керек кезіне келген кезде бізге хабарлассаңыздар, біз сіздерге тоже жолын көрсетіп береміз. Қалай шақырту алу керек, не істеу керек? Әдетте университеттен шақырту алу процесі максимум 2 айға созылады. Университеттің жауабын алу. Енді үшінші категория бұл ауыл квотасы. Ауыл квотасына инженерлер сияқты емес, кішкене шарттар чуть-чуть басқашалау. Прям жазып алыңыздар ауыл квотасымен отырған кісілер. Сіздердің 2 жылдық пропискаларыңыз ауылда болу керек. Прям ресми сіздердің сол ауылдық мекенге тіркелген пропискаңыз болу керек. 2 жыл кемінде. Соңғы 2 жыл тоқтаусыз ауылдық жерде жұмыс істеп жатқандығыңызды дәлелдейтін құжат көрсету керексіз. Делік сіз ауылда агрономсыз, делік сіз ветеринарсыз, жаңа чатта бір кісі ветеринармын деп жазып жатыр. Ветеринар ретінде жұмыс істеп жатқан адам болсаңыз, онда сіз сол ауылдан справкаларыңыз көрсетесіз. Міне ауылда мынандай мекемеде мен ветеринар ретінде жұмыс істеп жатырмын. Соңғы 2 жылдан аса мен жұмыс тәжірибем бар деп көрсетсеңіз, сіз уже нағыз ауылдық квотаға лайық адамсыз. 2 жылдық сіздің пропискаңыз болу керек, 2 жылдық жұмыс тәжірибеңіз болу керек.
осы нәрселерді болашақ сұрайды. Одан кейін сіздің бакалавр дипломыңыздың GPA орташа балы 3-тен жоғары болу керек. Төртінші нәрсе, сіздің мамандығыңыз, бакалаврда бітірген мамандығыңыз бен тапсырайын деп жатқан мамандығыңыз бір-бірлеріне сәйкес келетін мамандық болу керек. Осыларды да ескеру керек. Енді жұмыс істеп жатқан салаларыңыз белгілі бір салаға шектеулі болмайды. То есть ол ауылда дәрігер болсаңыз да, ауылда мектепте жұмыс істесеңіз де, ауылда фермада жұмыс істесеңіз де, ол сіздің құқығыңыз. Болашақтың тізімінде 700-ден аса мамандық бар. Сол мамандықтардың қайсы біріне сәйкес келіп тұрсаңыз, онда болашақ сізге грант бере береді. Түсіндіңіз, е? Сөйтіп, сіз жаңағы категорияларға, квалификациялардың барлығы сізде келіп тұрса, дуалингоңыз бар, GPA-ңіз 3-тен жоғары, 2 жылдық ауылда жұмыс істеген тәжірибеңіз бар, 2 жылдық ауылда пропискаңыз бар, қазақ тілінен қазтест емтиханынан Б1 көрсеткіш сертификатыңыз бар болса, онда сіз толыққанды ауыл квотаға тапсыра аласыз. Іріктеуден өтіп стипендият атансаңыз, бағанағы айтылған нәрсенің бәрі сізге жасалынады. Төртінші категория бар, бұл мемлекеттік қызметкерлер. Бұл саланы енді қосып жатыр болашақ. 2025-тің көктемінде жариялайды. Бірақ ол жердегі ресми шарттардың барлығын олар әлі жариялап айтқан жоқ болашақ. Енді жариялап айтады да, олар көктемде примерно апрельде жасалу керек бұйырса. Бірақ ол уақытқа дейін енді біз шамалап қана айтамыз, өйткені былтырғы квота бағытымен түскен адамдарға қойылатын талаптардың негізгі бөліктері осы мемлекеттік қызметкерлерге де тиісті болуы керек деп отырмыз. Бірақ бұл нәрсе өзгеруі мүмкін, мен бірден айтамын, қатып қалған тура осылай болады деген шарт емес. Өйткені бұл туралы ресми ақпарат әлі болашақтың сайтында шыққан жоқ. Өткен жолы президент өзінің несінде айтты, болашақтың президенті видео интервьюінде. Мен соған негіздей отырып айтып жатырмын. Мемлекеттік қызметкерлерге тоже кемінде 3 жылдан аса жұмыс тәжірибесі болу керек, немесе 2 жылдан аса тоқтаусыз жұмыс істеп жатыр деген талап қойылатын шығар деп ойлаймын. Деп ойлап пайымдап отырмыз, өйткені инженерлерге қатысты ауыл квотасына қатысты ортақ шарт ретінде. Екінші, міндетті түрде олардың GPA-лары 3-тен жоғары болу керек адамдар. Үшінші, ол кісілерге дуалингодан 80 балдан жоғары балл болуын талап ететін шығар. Төртінші нәрсе, қазтест емтиханының көрсеткіші Б1-ден жоғары болу керек деген талапты қою әбден мүмкін. Сол үшін мемлекеттік қызметкерлер қазірден өзіңіздің дипломдарыңыздың бағасын қараңыздар, қазтест емтиханына тапсырып кіріп қойсаңыздар жақсы болады. қазтесттің сайты бар, ресми сайты. Қазақ ресми тест дегеннің қысқашасы QRT деп тұр. Осы сайтқа кіресіз, qrt.kz сайтына кірсеңіз, сол жерде қазтесттің ресми сайты бар. Соған тіркеліп, тапсырып көре берсеңіз болады. Енді бұл квотада мына жақта жазып жатыр, IELTS көрсеткіш жақсы болса дейді, Кауаи Кази деген кісі. Өте жақсы. Егер де мысалы осы квотамен тапсыратын адамдардың IELTS-тары 6,5, 6 немесе 7, 7,5-мен келіп тұрған адамдар бар. Мысалы бағана бізге бір кісі келіп жатыр. Мынау кім жасап жатқан? IELTS-тың көрсеткіші 6,5, 7 балмен келіп тұратын квотаға тапсыратын адамдар болса, болашақ ол кісілерге айтады, сіздің 6,5 балыңызбен университеттен уже шақырту ала беруге болады. Сол үшін сіз квотамен емес, бірден университеттен шақырту алып келіп, стандартный жаңағы стипендиаттар сияқты тапсырыңыз деген тапсырма береді сізге болашақ. Сол үшін ағылшын көрсеткіші жақсы адамдар, 6,5-нан жоғары адамдар университеттен бірден шақырту алу жұмыстарына кірісе бергені дұрыс. Квота тек қана ағылшын деңгейлері IELTS-тан деңгейімен санасаңыз, 6,5-нан төмен адамдарға арналған деп біліңіздер. Кімнің деңгейі 6,5-нан жоғары, ол кісілер квота бағытымен емес, тікелей оқудан шақырту алып, стандартный процедурадан өткеніне дұрыс болады. Осылай түсініңіздер. Медицина квотасы бойынша врач болып бір ай ғана жұмыс жасалса да квотаға жата береді ме? Негізі врач болып жұмыс істейтін адамдарға кемінде осынша жыл тәжірибе болу керек деген нәрсе жоқ. Сол үшін сондай. GPA 2-де 77 болса саналмайды, ол кісі квотаға тапсыра алмайды. Так что сіздер ағылшын деңгейіңізді дамытып, өз бетіңізбен шақырту алып келгеніңіз дұрыс болады. Жалпы осы жерге дейін квотаға қатысты ақпараттың барлығын түсіндіңіздер ме? Бар ма қандай да бір сұрақтарыңыз?
Мен бір 2-3 минут сұраққа жауап берейін, сосын келесі бөлімге өтем. Ең соңынан барлық сұрақтарға жауап беремін. Окей? Бакалаврдан кейін болашақ арқылы оқуға түсу туралы ақпарат айта аласыз ба? Бакалаврдан кейін болашаққа түсуге болады, егер де IELTS көрсеткішіңіз қолыңызда болса, бірден шақырту алып оқи беруге болады. 4-ші курс студенті биотехнология мамандығы бойынша тапсыра алады. Қазір 4-ші курс кезде оқуды бітірмей тұрып шақыртуды ала беруге болады. 4-ші курсты бітіргеннен кейін дипломыңыз болған кезде сол арқылы болашаққа тапсырып грант жеңуіңізге болады. Квотаның универден шақырту алып тапсырғаннан қандай айырмашылығы бар? Айырмашылығы сол, квотамен түскен адамдарға қосымша ағылшын тілі курстарын береді. 12 ай бойы оқытады. 9 ай Қазақстанда, 3 ай шетелде оқытады. Айырмашылығы осы ғана. Ал ағылшын деңгейі жақсы кісілер квотамен тапсырмай-ақ бірден университеттен шақырту алып барғаны дұрыс болады. Зейнетақы түспейтін адамдар болатын болса, сіз жұмыс тәжірибеңізді дәлелдей алатын басқа құжаттар алып баруыңыз керек боласыздар. Мысалы, мемлекеттік қызметкерлер ретінде әскери адамдарға зейнетақы қорына ақша түспейді. Бірақ ол кісілер жұмыс орнынан анықтама апарса, болашақ қабылдайды ол кісілерді. Қала мұғалімдері квотаға қатыса алмайды. Тек ауыл мұғалімдері қатыса алады. Қала мұғалімдері университеттен шақырту алып барулары керек. Шақыртуды сізбен алуға бола ма? Иә, біз ала аламыз, көмектесе аламыз. Декретте болса қалай болар дейді. Декретте отырған адамдар квотаға тапсыра алмайды, өйткені соңғы тоқтаусыз жұмыс істеп жатыр деген дәлелді көрсете алу керек та болашаққа. Декретте отқан адамдарда тоқтаусыз жұмыс істеп жатқан деген нәрсе жоқ. Ол кісілер декреттік демалыста. Осы жылы бакалавр бітірді, бір жыл жасадым, квотамен бола ма? Қай бағытта жұмыс істейсіз, соған байланысты, Бектұр мырза. Сізден түскен 50 студенттің нешеуі квотамен түсті? Квотамен өте аз тапсырды бізде Ақмарал ханым түсті, и тағы бір инженер, 2 жігіт түсті. Біреу IT, біреу инженер бағытында. Общий 3 адам ғана түсті квотамен. Қалғандары өз бетімен түскендер, тағылымдамамен түскендер, сондайлар. Біз квотаға қатты акцент қойған жоқпыз өткен жылы. Осы жылы акцент қойып жатырмыз, себебі квотаға қызығушылық адамдарда көп, және ауыл тұрғындарына, әсіресе медиктарға, инженерлерге жәрдем еткіміз келеді. Сол үшін осы бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Жақсы жері, квотамен түскеннен кейін оқу оңайырақ болады да. Яғни тілдік курс оқисың, кішкене бейімделесің жан-жағыңа, университетке бірден бара сап, сабағың басталып кетпейді. Сол үшін осы жағынан жақсы квота деген нәрсе. Енді біздің мамандар қысқаша бір презентация дайындап берген екен, мен осыны да сіздермен бөлісе салайын. Ауылдан Америкаға деген бағыттағы презентация. Жалпы болашақ бағдарламасы қандай мүмкіншіліктер береді квотамен түскен адамдарға, квотасыз түскен адамдарға? Біріншіден, университеттерде тегін білім аласыз. Жаңа білім алу. Ол жерде қандай шығындарыңыз өтеледі? Сіздің тілдік курстағы шығындарыңыз толығымен өтеледі. Тілдік курсқа барғанға дейін сіз визаға тапсырасыз. Сол визаңыздың шығындарын бәрін болашақ өтеп береді. 1,5 немесе 2 жылдық оқу бағдарламалары болады. Көбінесе магистратура 1,5, 2 жыл. Осы оқудың барлығы 100% тегін. Ай сайын стипендия береді. Енді баратын мемлекетіңізге, ол мемлекеттің қалаларына байланысты стипендияның көлемі өзгереді. Мысалы, Америкаға оқуға келген кісілер болса, Бостон, Нью-Йорк, Сан-Франциско сияқты қалаларда оқыса, ол жерде стипендия $2000 болады. Лос-Анджелес деген сияқты. Кішігірім қалаларда $1600, $1700, $1900 төңірегінде өзгеріп жатады. Әуе билеттеріңізді алып береді, медициналық сақтандыруыңыз төлеп береді, және оқу барысында қажетті болатын кітаптарыңыздың шығындары ретінде әр семестрдің басында $600-700 ақша қосымша тағы да береді. Және жаңа тәжірибе жинап келесіз. Әрине шетелде оқудың әңгімесі өте бөлек. Қандай категориядағы адамдар қатыса алады? Бұған ауыл тұрғындары қатыса алады, мемлекеттік қызметкерлер, дәрігерлер, инженерлер қатыса алады. Ауыл тұрғындарына қойылатын талаптар бағана атап өткендей, кемінде 2 жыл ауылда тұрған және 2 жыл тоқтаусыз ауылда жұмыс істеп жатқан адам ретінде документіңіз көрсете алу керексіз. Одан кейін жоғарғы білімді болу керек, GPA 3-тен жоғары болу керек, ағылшын тілі көрсеткішіңіз IELTS 5-тен 0 болу керек, немесе Duolingo'дан 80 балдан жоғары болу керек.
Мемлекеттік қызметкерлерге қойылатын талаптар да бір-біріне шамалас. Бұл кісілерде мемлекеттік қызметкерлер жұмыс өтілі бойынша нақты талап етілетін мынанша период тоқтаусыз жұмыс істеп отыру керексің деген талаптарын әлі жариялаған жоқ. Көктемде жариялайды деп ойлаймын. Сол жарияласа, онда белгілі болады. Білім деңгейі тоже мемлекеттік қызметкерлерге GPA 3-тен төмен болмау керек деген талапты қоятын шығар деп ойлап отырмыз. Өйткені басқаларына солай жасап жатыр. Ағылшын тілінен де дуалингодан 80 балдан төмен болмасын деу керек. Дәрігерлерге қойылатын талап, бағана айтқанымдай, тоқтаусыз жұмыс істеп жатқан дәрігер болу керек. 80 балл дуалинго, GPA 3-тен жоғары болу керек. Инженер мамандарға қойылатын талап дәрігерлердің кішкене өзгешелеу. Бұл жерде GPA 3-тен жоғары, тәжірибесі кемінде 1 жылдан аса жұмыс тәжірибесі болу керек. Және ағылшын тілінен сертификаты қолында болу керек. Сосын тілдік курстың мерзімдері, бағана бір-екі кісі сұрақ қойып жатты, ағылшын деңгейіміз жоғарырақ болса қайтеміз деп. Егер кейбіреулердің ағылшын сертификаты IELTS 5 емес, 5-те 5 болуы мүмкін. Немесе дуалингосы 80 емес, 95 болуы мүмкін, 105 болуы мүмкін. Осындай дәрежесі жоғарырақ болса, минимальный балда, 80 деген минимальный көрсеткіш. 80 балл болса, адам 9 ай бойы Қазақстанда оқиды, 3 ай шетелде оқиды. Ал деңгейі 95 балмен келген адамдарға 9 емес, 6 ай ағылшын тілі курстарын береді, 3 ай шетелге жібереді. Ал дуалингосы 105 балл болып тұрған, немесе IELTS 6.0 болып тұрған адам барса, онда Қазақстанда оқытпайды, бірден шетелге 3 айға тілдік курсқа жібере салады. Содан кейін барып, ары қарай магистратурадан шақырту алып келіңіз деп айтады. Сондай, біздің көрсете көмектеріміз бұл ағылшын тілінен онлайн курстар береміз. 6 ай бойы ағылшыннан ең төменгі деңгейден бастап ағылшын тілі сабақтарын береміз. Соның ішінде дуалинго сабақтары да кіреді. Одан бөлек бонус ретінде тағы да арнайы платформадан тегін ағылшын тілі сабақтарын береміз. 30-дан аса сабақ болады. Сол сабақтарды оқисыздар. Одан кейін сіздің құжаттарыңызды дайындап, болашаққа құжаттарыңыздың бәрін өткізу жұмыстарын біз аламыз өзімізге. Одан кейін болашақтың емтихандарына дайындау жұмыстарында біз аламыз. Сол жерде бағанағы айтып өткен 3 емтихан бар, 4-шісі интервью бар. Осылардың барлығын біз жасап береміз. Тілдік курсқа, егер де стипендиат атанатын болсаңыз, шетелге тілдік курсқа кететін кезде визаңыздың жұмыстарын бәрін жасап береміз. Ертең визаңызды алып, тілдік курс периодыңыз біткен кезде IELTS сертификатын 6,5 балын бізге алып келсеңіз, магистратурадан да шақыртуыңызды алып береміз. Сол шақыртуды болашаққа өткізіп, ары қарай визаңызды жаңартасыз да магистратураңызды бастай бересіз. Жалпы алған кезде осы қызметтерді біз сіздерге ұсынамыз. Мынаның барлығы под ключ, былайша айтқанда. Сөйтіп, ағылшын тілі курстарының мерзімдерін алып қарайтын болсақ, ең төменгі деңгеймен келген кісілерге 1 ай beginner курсы, 2 ай elementary курсы, 1 ай pre-intermediate курстары және 2 ай дуалингоның онлайн курстарын ұсынамыз. Біздің қызмет ақымыз негізі 1 миллион теңгеде бекіттік, бірақ бүгін осы эфирге қатысып отқан адамдардың барлықтарына 30% жеңілдік беріп жатырмыз. Келем, тіркелем десеңіздер, сіздер бағанағы айтып өткен қызметтердің барлығын скриншот жасап алсаңыздар болады. Осылардың барлығын 30% жеңілдікпен бүгін сатып алуларыңызға болады. Мынау Каспи QR арқылы өтіп, төлемдеріңіз жасай аласыздар. Немесе 10 000 теңге төлем ақыларыңызды мына номерге жасап, мынау номерге жасалынуға болады. Орныңызды бронь жасап қойып, ары қарай қалған төлемдерін кешірек жасай берсеңіздер болады. Сол төлем ақылар жасайым, оқиым, келем дейтін кісілер болса, есігіміз ашық. Мынау біздің компанияның адресі осы жерде орналасқан. Мынау экранға жазып жатқан адамдар жазбасаңыздар екен. Кім істеп жатыр екен? Жалпы алғанда осы. Біздің адресімізді скриншот жасап алыңыздар. Алматыға барып офиста адамдармен жеке сөйлескім келеді, танысқым келеді деген кісілер болса, біз қуана-қуана сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге барымызды саламыз. Так. Экранға жазып жатқан адамдар қойсаңыздар. Окей? Окей. Жалпы білу керек нәрселер осылар, түсіндіріп айтуға барынша тырыстым. Біздің жасайтын қызметтеріміз ағылшын тілі деңгейін көтеретін курстар, құжаттарыңызды болашаққа тапсыру, болашақтың іріктеу емтихандарына дайындау. Осыдан аман-есен өтсеңіз, тілдік курсқа визаларыңызды жасап береміз. Тілдік курстан өтіп, университеттен шақырту алатын кезде шақыртуыңызды алып береміз.
Одан кейін ары қарай визаңыз жаңарту керек болса жаңарту жұмыстарын жасап береміз. Ағылшын тілі курстары 6 ай беріледі сіздерге. 1 ай beginner, 2 ай elementary, 1 ай pre-intermediate, 2 ай duolingo курстары беріледі. Жалпы 6 ай оқисыз. Осының барлығының құны негізі 1 миллион теңге. Соған біз 30% жеңілдікті қазір осы 24 сағат ішінде төлеген адамдарға жасап жатырмыз. Скриншот жасап алыңыздар экранды, сұрақтарыңыз болса чаттарға жаза беріңіздер. Орнымды бронь жасап қойғым келеді десеңіздер, біздің әріптестерге мына номерге хабарласып жасай берсеңіздер болады. Есігіміз ашық. Именно льготный категория, медиктер, инженерлер, ауыл мамандары, мемлекеттік қызметкерлер барлықтарыңызды күтеміз. Келіңіздер, болашақтың артықшылықтарын бәрін қолданыңыздар, білімдеріңізді алыңыздар. Өсетін, өркендейтін заман барлығы сізге өзіңіздің талабыңызға, ынтаңызға келіп тіреледі. Тек сол білім алуға дайын болсаңыз, қалған жұмыстың барлығын біз жасап бере аламыз. Иә. Мына жақта сұрақтар қойып жатыр. Инжинирингке қандай университеттерді ұсынасыз дейді. Инжиниринг бағытында университеттер саны өте көп. Сіздің инжинирингтің ішіндегі таңдайтын мамандығыңызға қатысты рейтингтарға қарап сөйтіп ұсына аламыз. Және сіздің көрсеткіштеріңізге де қараймыз да, өйткені университеттердің acceptance rate деген нәрсесі бар. Қабылдау ықтималдығы. Соған орай таңдап береміз университеттерді. Өзімше IELTS тапсырып 7-тен жоғары болса, бірақ GPA 2-де 77 болса, шақырту алу мүмкін бе? Кейбір университеттер GPA 3-тен төмен болса да грант бере береді, то есть шақырту бере береді. Сондай университеттерді біз білеміз, соларға тапсырып көруге болады. Бірақ гарантия жоқ, енді кейбір кезде оларда бізде орын жоқ деп қалулары да мүмкін. Хабарласыңыз, біз мейлінше сізге жағдай жасап беруге тырысамыз. Егер IELTS-ыңыз 7 балмен кеп тұрсаңыз, жұмыс істеуге болады. Біздің әріптестердің номерлерін чатқа жазып қойып жатырмыз, сол ссылка беріп қойып жатырмын. Дәке мына жақта қосымша сұрақтары болса деп адамдардың WhatsApp ссылка жіберіп қойған екен, сол номерге хабарласып сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Мен 2006 жылы бітіргем, менікі бакалавр емес, 5 жыл оқыдым, инженер электрик. Ол уақытта GPA болған жоқ, диплом қызыл, өте жақсы, Марғұлан мырза. Егерде 2006 жылы бітірген болсаңыз, ескі стандартпен болса, сіздің бағаларыңыз 5 балдық категориямен есептелінеді. Сол 5 балдық категорияда 4-тен төмен болмау керек болашақтың шарты бойынша. Дипломыңыз қызыл болатын болса, сіздікі 100% 4-тен жоғары деген сөз, онда сіз спокойно болашаққа тапсыра аласыз. Квота мен ағылшын курсын өту кезінде стипендия алады ма болашақтан? 100% сізге стипендия төленеді. Стипендия ол оқитын қалаңызға байланысты шамамен 150 мен 200 мың шамасында беріледі Қазақстанда жүрген кезде. Бірақ шетелге барып, тілдік курсқа барған кезде, баратын мемлекетіңізге, сол мемлекеттің қаласына, штатына байланысты тоже өзгереді. Мысалы, осы жазда Аризона штатына барып оқуға кетті адамдар. Оларға стипендия шамамен $1700 шамасында төленді. Тура солай сізге де төленеді. Биыл қанша грант бөлініп жатыр? Жыл сайын гранттың саны стандартный, ол кісілер магистратураға шамамен 350 гранттай бөледі. Соның ішінде өз бетімен түскендерге де, квотамен түскендерге де бірдей сол гранттар таратылады. Бакалавриат туралы айтылмайды ма? Бұл жерде біз бакалавр туралы сөйлеспейміз, оған бөлек вебинар ұйымдастырамыз, сол кезде айтылады. Диас мырза, қайырлы кеш. Магистратурадан кейін тағы магистратураға түсуге болады ма? IELTS жақсы дайындалатын орталыққа кеңес бере аласыз ба? Біз онлайн оқытамыз, Ақерке ханым. IELTS-қа дайындалам десеңіз, өте мықты мамандар отыр бізде, келіп оқи берсеңіз болады. Бірақ одан басқа қандай да бір IELTS орталықтарын айтасың ба десеңіз, мен Lingua Club орталықтарын айтар едім, Астана қаласындағы. Сол орталыққа барсаңыз болады. Алматы қаласында орталықтар бар. Сол жақтарда барып ағылшын деңгейіңізді дамытуыңызға болады. Басқа орталықтарды мен білмеймін, просто сол үшін уәде бере алмаймын, бірақ Lingua Clubқа 100% сенемін. Магистратураны бітірсеңіз де қайтадан магистратураға болашақпен түсуге болады. Болашақ грант бере береді. Тіпті PhD-ді бітіріп қойған адамдар да магистратураға түсіп, грантын жеңіп оқып келіп жатыр. Ештеңке жоқ, болашақ береді. Оқып қойғансың ғой демейді, қорықпаңыз. Бигинерден басталатын өздеріңіздің курстарыңызда ауылда жұмыс жасамайтын медицина саласындағы мамандарға оқуға мүмкіндік бола ма? Әрине болады, медицина саласындағы адамдар ауылда жұмыс істеуге міндетті емес қой. Медицина саласындағы адамдар медицина бойынша немен бара алады, квотамен бара алады. Сол үшін сізге болады оқуға. Қайырлы кеш, стажировка жайлы айтыңызшы инженерлерге. Стажировка бойынша
біз бөлек вебинар жасаймыз, стажировка кішкене бөлек, оның шарттары, талаптары бөлек. Қазір квотамен шатастырмай ақ қояйық, жарай ма? Әскерилер тағылымдамаға тапсыра ала ма? Тапсыра алады әскерилер, бірақ оларға қойылатын талаптар чуть-чуть басқаша болады. Ол кісілердің пенсионкасы жүрмейді ғой. Сол үшін олардың құжаттары кішкене басқаша болады жинайтын кезде. Оны бөлек сөйлесек, стажировканы. Сіздерге ағылшын тілі курстары бар ма? IELTS-қа дайындайтын? Иә, бізде бар. Аха. Болашақ бойынша құжаттар қабылдау жылына 3 рет болады. Олар 3 потокпен қабылдайды. Әдетте көктемде сәуір айында қабылдайды, одан кейін июньде, маусымда қабылдайды, одан кейін тамыз айынан бастап қазанның соңына дейін қабылдайды. Былтырлары мысалы жылына бір мәрте ғана тапсыруға рұқсат берсе, биылдан бастап жылына үш мәртеде тапсыра беруге болады. Яғни бірінші потокқа қатысып іріктеуден өтпей қалсаң, екінші потокқа да қатыса аласың, одан өтпесең үшіншіге де қатыса аласың деген рұқсат беріліп жатыр. Өткенде соны жариялады сайттарында. 9 ай тілдік курсқа қанша төлейді? Ай сайын шамамен 150-200 мың төңірегінде стипендия төлейді. Шақырту алуға нұсқау жасай аласыздар ма универден? Иә, жасай аламыз. Шақырту алып бере аламыз. Нұрсұлтан мырза көп сұрақтарға жауап беріп жатыр екен. Жақсы. Бронь номерін көрмей жатырық деп жатқан кісілер бар екен. Міне, мына жерге хабарлассаңыздар, бронь жасай аласыздар. Төлемақы жасаймын десеңіздер, Каспий QR-дың несі, суреті мына жерде тұр. Скриншот жасап алыңыздар. Телефон номер мына жерде тұр. Окей? 30% жеңілдікпен біз барлық қызметтердің барлығын беріп жатырмыз. Именно льготниктарға 6 ай ағылшын тілі курстары, университеттерге болашаққа тапсыру, сосын визаңыз жасап беру, ертең тілдік курсыңыз 3 айлық шетелдегі курсыңыз біткен кезде ары қарай магистратурадан шақырту алып беру жұмыстарында ұсынып жатырмыз. Суретке түсіріп алыңыздар мынау экранның бәрін, мен қазір басқа неге өтіп кетемін. Міне мынау біздің қызметтеріміз, скриншот жасап алсаңыздар болады. Кеттік. Мен сұрақтарға жауап бере берейін. GPA средний 2,5, 2,9 арасы болса қалай болады? Онда сіз квотамен тапсыра алмайсыз, Мейіржан Таласбек мырза. Сіз тек қана өз бетімен түскен болып тапсыра аласыз. Егер GPA-ңіз 3-тен төмен болса, ағылшын тілі сертификатыңыз арқылы университеттен шақырту алып, болашаққа самостоятельно поступивший ретінде баруыңызға болады. Бірақ квотамен 3-тен төмен адамдар ешқашан қатыса алмайды, оны ескеріңіздер. 6 ай ағылшын тіліне дайындаймын дедіңіздер, офлайн форматта бола ма, әлде онлайн ба? 100% онлайн оқытамыз. Стажировкадан кейін бірден магистратураға тапсыруға болмайды. Стажировка біткеннен кейін 3 жыл отработкасы бар болашақтың. Отработканы бітіргеннен кейін барып магистратураға түсуге болады. Визаны алып береміз. Визаны алып береміз. Кеттік. Частичное сопровождение туралы айтсаңыз. Частичное сопровождение бұл былай да, Айнаш ханым. Дайын IELTS сертификаты бар, мысалы адамдар келеді маған тек қана болашаққа тапсырып берші деп келеді. Сол кісілерге айтарым, біз ағылшын тілі, мысалы мына 6 айлық курстарымыздың құнын, мысалы тек қана ағылшын тілін оқығым келеді деген адамдар болса, бұл 6 айлық курс бізде 500 мың теңге тұратын болады. Ал егер мен ағылшын тілін оқымаймын, тек қана болашаққа тапсырып сопровождение жасап бер десеңіз, ол да 500 мың теңге тұрады, бөлек-бөлек. Екеуі бірге 1 миллион тұрады. Бірақ бүгін соған 30% жеңілдік жасап жатырмыз. Ал бөлек-бөлек алам десеңіздер, жеңілдік жүрмейді ол кезде. Мынау бронь жасап қоятын телефон номер, контактылар, осы жерге хабарласа беріңіздер. Саламатсыз ба? Бастапқы деңгеймен 3 ай грамматика курсын тәмамдап қалдық. Осы апта бітеді. Нұрсұлтан мырза, консультировать етті, грамматика курсын алғандарға жеңілдіктер сақтала ма? Курс бітпей жатып төлем жасап үлгеру керекпіз бе? Иә, курс бітпей жатып болғанда, егерде мынау жеңілдіктерді алып қалам десеңіздер, уақытысына сәйкес әрекет жасағандарыңыз дұрыс болады, Жазира ханым. Бүгін, яғни 30%, 24 сағаттың ішінде алып қалғандарыңыз дұрыс. Англия жақсы ма, немесе Америка ма? Енді мен өзім Америкада бакалаврда, магистратураны бітірген адам ретінде Америка жақсы деп 100% айта аламын. Бұлардың университеттері Англиядан әлдеқайда мықты. Тек емтихандарға дайындау бізде 500 мың теңге тұрады, Айнаш ханым.
мұғалімдерге бар ма стажировка? Мұғалімдерге стажировка бар, бірақ біз стажировканың программасы туралы вебинарды бөлек жасаймыз. Осы аптаның аяғында ұйымдастырамыз бұйырса. Мен медициналық қызметкермін, жекеменшік клиникада мен қатыса аламын ба? 100% қатыса аласыз. Медициналық салада мекемеде жұмыс істеп жатсаңыздар болды. Ол міндетті түрде мемлекеттік больница болу шарт емес. Ерлі зайыптыларға тапсыруға болады, скидка бола ма деп жатсыздар, болады, жасап бере аламыз. Жеңілдік, бір үйден 2 адам келіп жатса. Ағылшын мұғалімдері басқа мамандықтарға тапсыруға бола ма? Егер де ауылда жұмыс істейтін ағылшын тілі мұғалімдері болсаңыз, квота арқылы тапсыратын болсаңыз, онда сол мамандығыңыздан ауытқуға болмайды. Бірақ өз бетімен түсуші адам болатын болсаңыз, ағылшын тілі мұғалімі бола тұра басқа мамандыққа түсем десеңіз, онда ешқандай шектеу жоқ. Тек сол болашақтың комиссиясына не үшін ауысып жатқандығыңызды дәлелдеп айта алу керексіз. Мен оқысам бола ма? 96 жылғымын, шымда тұрам, неден бастаса болады? Болады, Еламан мырза, бізге хабарласыңыз, өзіңіз туралы тереңірек ақпарат беріңіз, түсіндіріп айтып береміз. Стажировкаға баруға бола ма врачтарға? Болады, біз дәрігерлерге арнап стажировканың бағдарламасын Түркиядан алып беріп жатырмыз, шақыртуларын, соған қатыса аласыздар. Стамбул қаласына. Медицина саласы бойынша магистратураға қандай бағыт? Квота бағытын ұсынамыз. Public health немесе healthcare management сияқты мамандықтарға түсуіңізге болады. Жақсы, ағылшын курстары мұғаліммен бірге ме, әлде онлайн өзіміз оқимыз? Жоқ, мұғаліммен бірге Zoom-да өтесіздер, тікелей эфирде. Жақсы, энергетиктер тапсыра алады, ол кісілер инженер категориясына кіреді. Колледжден кейін фельдшер бітіргендерге бола ма? Жоқ, колледжден кейінгі кісілер Салтанат ханым тапсыра алмайды, өйткені колледждің білімі средний специальное образование болып саналады. Сіздер толық бакалавр емессіздер, өкінішке орай сіздерге болмайды. Диас мырза, мен медициналық қызметкермін, бірақ частный клиникада квотаға қатыса аламын ба? 100% қатыса аласыздар. Консультация бойынша кімге жазсам болады? Нұрсұлтан мырзаға хабарласыңыз. Медицина магистратураға Европаға бара аламыз ба? Европаға 100% бара аласыздар. Болашақ бағдарламасында қандай өзгерістер болып жатыр, сол жағын түсінбедім. Мен ол өзгерістер бойынша Instagram парақшамда видео түсіріп шығарып қойдым, ашып қарасаңыз табасыз. Диас Жорабеков деп кірсеңіз болады. Ағылшын тичер болады бізде. Егер ипотека болса, кредитіңіз болса, болашаққа түсіп жатсаңыз, ешқандай шектеу жоқ, спокойно кете бересіз, қорықпаңыз. Тапсыра беруге болады. Сәлеметсіз бе? 3-ші курспен элементary курсын алдым, осы пакетті алып жалғастырсам үлгерем бе? Үлгересіз. Бірақ университетте оқып жатқан әлі жұмыс істемейтін адам болсаңыз, сіз квота категориясына кірмейсіз ғой, осында ескеріңіз. Жас шектеуі 50-55 жасқа дейін. Мемлекеттік қызметкерлерге IELTS 5.0-ден жоғары болу міндетті болатын шығар. Әлі ресми емес, бірақ мен айтып жатырмын шамалап. Ипотекасы бар адамдарға ешқандай шектеу жоқ. Ассаламу алейкум, уалейкум салам. Қандай мамандықтар бойынша түсуге болады? Мен кешіп кіріп едім. Инженер бағытымен, Гаухар ханым, медицина бағытымен. Ауылда тұратын адам болсаңыз, кез келген ауылда ресми түрде жұмыс істеп пенсионкасы түсіп жатқан адам болсаңыз, тапсыра аласыз. Ауылда тұратындығыңызды дәлелдей алсаңыз болды. Басынан түсіндіре алмаймын, өкінішке орай, кешіріңіз. Так. Қала мектебінде 4 жыл 9 ай жұмыс жасадым. Қазір жұмыс жасамаймын. Тұрғылықты жерім ауылда, GPA 3.78, сертификатым жоқ. Қазір жұмыс істемейтін болсаңыз, ол жарамайды, Азиза ханым. Қазір жұмыс істеп жатқан адам болу керексіз. Соңғы 2 жыл ауылда жұмыс істеп жатқандығыңызды дәлелдей алмасаңыз, онда квотаға тапсыра алмайсыз. Мен біздің оқуға квота арқылы түскен ханым бар бізде, Ақмарал ханым, соны сіздерге қысқаша видеосын көрсетесін. Сол болашақ бағдарламасының грант иегері атанғаннан кейін көңілім тіпті аспанда десем болады. Дәл қазір енді құжат жинау процесі барысында жүрміз. Мен өзім Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Жалпақтөбе ауылының тумасымын. Осы Тараз қаласында осы мектепте оқыдым, сосын Меркі ауылында оқыдым. Қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімімін негізі. Көбісі ағылшын тілі пән, көбісі ағылшын тілі пән мұғалімісіз бе деп сұрап жатыр. Жарым жыл бойы негізі оқып, дайындалып, жоспарлап жүрген арманым еді, мақсатым еді десем де болады. Мен жастағы қатардағы ешқашан білім алу кеш емес екенін айтқым келеді.
бір жағынан енді білімді жастар, бізде өте көп білімді жандар көп, өте біздің ауылда да, бірақ қолдайтын жандар аз болғандықтан көрінбей қалып жатыр. Мен негізі үлкен әулеттің келінімін, ата енем қолында тұрамын, 4 балам бар, сол ауылдағы мектепте мұғаліммін. Сабақ тек қатты ниет керек та, адамда ниет, арман болса, негізі арман ғой негізі. Сол жолында талаптанып еңбектенсеңіз міндетті түрде. Болашақ бағдарламасы туралы негізі 11-ші сыныпта оқып жүрген кезде естігенмін. Сол кезде бір рет талқыланып көргенмін, ағылшын тілім жеткіліксіз болғаннан кейін тағы да көрдім, сосын үйленгеннен бала шаға болғаннан кейін тағы да неге көрмеске деп, сосын Visa Travel компаниясының жаңа Инстаграмдағы жарнамасын көріп қалдым. Сосын сол кісілерден бағыт кеңес алып, ары қарай өзім нық қолға алдым ғой, шетел асып. Бұл кісі біздің танымал Ақмарал ханым, Тараз қаласында, Тараздың жанындағы Жалпақтөбе деген ауылда тұрады. Сол жердің қазақ тілі әдебиеті мұғалімі, грантын жеңіп алды. Енді Алла қаласа 9 ай Қазақстанда, одан кейін 3 ай шетелде барып тілдік курстан өтетін болады. Сіздерге де бұйырсын сол кісінің жолы. Біз ары қарай түсіндіре берейік, сұрақтарыңызға жауап бере берейік. Көңілдеріңізден шықты деп ойлаймын. Тағы да мысалдар бар, енді қазір келесі арасында түсіндіре беремін. Робототехника мамандығы бойынша болашаққа 100% тапсыруға болады, Бағлан мырза. Квотамен тапсыру үшін сіздерден ағылшын тілін қанша ай оқимыз? Элементаридан бастасаңыз 6 ай оқисыз. Полный дайындыққа қанша уақыт кетеді? 6-7 ай шамасында точно уақыт кетеді. Залог қою керек па? Залог қою керек деген талап бар болашақта, бірақ ол үшін сізге мынандай нәрсе бар да. Егер де сіздің атыңызда, туған ата-анаңыздың атында, отбасылы болсаңыз, әйеліңіз немесе күйеуіңіздің, туған бала-шағаңыздың атында қандай да бір жылжымайтын мүлік болса, және ол мүлік еш жерде кепілде тұрмаған болса, онда сол мүлікті кепілдікке болашаққа қоюға міндетті боласыз. Ал егер ондай мүліктеріңіз жоқ болса, онда болашақ үй қоюға міндеттемейді. Оның орнына 5 адам гарант алып келесіз. Қазақстан азаматтары 50 жасқа дейінгі адамдар болу керек, соңғы 12 ай пенсионкасы түсіп тұрған адам болу керек. Осындай адамдардан 5 адам алып келсеңіз, болашақпен келісімшарт жасай бересіз. Ешқандай үйді гарант қоюға керек емес. Ипотекаңыз болса да ешқандай мәселе жоқ, болашақ сізге ешқандай шектеу қоймайды. Тек қана сол ипотекаңызды уақытысында төлеп отқан адам болсаңыз болған. Монғолияның азаматтары тапсыра алмайды, тек Қазақстан азаматы болу міндетті. Квотаға тек ауыл азаматтары ғана кіреді ме? Қалада жұмыс жасасақ квотаға кірмейміз бе? Қалада жұмыс істейтін дәрігерлер болсаңыз, қалада жұмыс істейтін инженерлер болсаңыз, онда квота бағытында тапсыра аласыздар. Мемлекеттік қызметкерлер болсаңыз, қалада жұмыс істейтін, онда квотамен тапсыруыңызға болады. Госслужба стаж қанша болу керек? Ресми ақпарат әзірге жоқ, Еркежан ханым, бірақ примерно жоқ дегенде 3 жыл жұмыс тәжірибесі болу керек деген талап қою мүмкін. Соған сәйкес келсеңіз болғаны. Жұмыс барысыңызда мынандай перерыв болмаса дұрыс болады ортасында, әсіресе соңғы 12 айда. Сіздердің орталықтарыңыз арқылы болашақпен докторантураға оқуға түсуге бола ма? Қымбат ханым, біз докторантураға оқуға түсіру болғанда шақырту алып берумен айналыспаймыз. Дайын шақыртумен келетін болсаңыз, онда болашақтың іріктеу емтихандарынан өткізіп беруге тырысамыз. Ол қолымыздан келеді, бірақ шақырту алып беру жұмыстарымен айналысып жатқан жоқпыз. Біз көбінесе магистратурамен жұмыс істейміз. Жалпы алған кезде бүгін менің сіздерге айтқым келген нәрсе осы болған, достар. Сұрақтарыңызға мейлінше жауап беруге тырыстым. Презентацияны тағы да бір рет жүргізіп өтейін. Егер де кешігіп қалған, қатыса алмай қалған адамдар болса, сол кісілерге ақпарат болсын. Болашақ бағдарламасы қандай мүмкіндік береді деген кісілерге айтарым, оқуыңызды толығымен төлеп береді, тілдік курсыңызды да, магистратураңызды да ай сайын тоқтаусыз стипендия беріп отырады, авиабилетіңізді алып береді, медициналық сақтандыру, кітабыңыздың ақшасын барлығын төлеп береді. Шетелге барып жаңа тәжірибе жинап келе аласыз. Кімдер тапсыра алады квотаға? Ауыл тұрғындары, мемлекеттік қызметкерлер, дәрігерлер және инженерлер тапсыра алады. Олардың әрқайсысына бөлек-бөлек талаптар қойылады. Ауыл тұрғындарына қойылатын талап кемінде 2 жылдық пропискасы болу керек, және соңғы 2 жыл ауылда жұмыс істеп жатқан, пенсионкасы түсіп жатқан адам болу керек. Ол ауылда агроном болсын, ветеринар болсын, инженер болсын, айырмашылығы жоқ, жұмыс істеп жатқан адам болу керек. Ағылшын тілінен дуалинго сертификаты 80 балдан төмен болмауы керек, және бакалавр дипломы 3 балдан төмен болмауы керек. Осыны ескеріңіздер.
Мемлекеттік қызметкерлерге де қойылатын талап бакалавр дипломы 3-тен төмен болмау керек, дуолингосы 80 балдан жоғары болу керек. Ал жұмыс тәжірибесі нақты қанша уақыттан кем болмау керек деген талаптарды әлі ресми түрде жариялаған жоқ. Көктемде бұйырса жариялап айту керек, сол кезде белгілі болады. Окей? Дәрігерлерге қойылатын негізгі талап, сіз болашаққа тапсырар кезде дәрігер ретінде жұмыс істеп жатқан адам болу керексіз. Ағылшын тілінен дуолинго 80 балдан кем болмау керек, GPA-іңіз бакалавр дипломыңыз 3-тен төмен болмау керек. Егер ескі диплом алған адам болсаңыз, 2000 жылдан ертерек адам болсаңыз, онда сіздің балыңыз 5 балдың бойынан 4-тен төмен болмау керек. Инженер бағытына тапсыратын адамдардың да GPA 3-тен төмен болмау керек, кемінде 1 жылдық жұмыс тәжірибесі болу керек, дуолинго сертификаты 80 балдан төмен болмау керек. Осындай тілдік курстың оқу мерзімдері Қазақстанда 9 ай, шетелде 3 ай. Жалпы осылай білсеңіз жетеді негізі. Біздің көрсететін қызметтеріміз, сізге 6 айлық ағылшын тілі курстарын береміз, одан кейін құжаттарыңызды болашаққа тапсырамыз, болашақтың іріктеу емтихандарына дайындаймыз. Бәрінен өтіп стипендиат атансаңыз, визаңыз жасап береміз. Одан кейін тілдік курсыңыз біткеннен кейін магистратурадан шақырту алу керек кезде осыны да алып береміз. Сөйтіп аман-есен оқуыңызды жалғастырасыз. Біздің 6 айлық курс дейтініміз, ол 1 ай beginner курстары, 2 ай elementary курстары, тағы да 1 ай pre-intermediate курстарын береміз де, 2 ай бойы дуолингоға дайындаймыз. Осындай негізгі құнымыз жұмысымыздың 1 миллион теңге тұрады. Бүгін енді 24 сағат ішінде жұмыстарыңызды алғым келеді, қызметтеріңізді қолданғым келеді деген кісілерге біз 30% жеңілдік беріп жатырмыз, яғни 700 мың теңге. Тіркелем, оқимын, сіздермен бірге болғым келеді десеңіздер, мына Каспиде скан жасап алыңыздар, сөйтіп жұмыс істей берсеңіздер болады. Немесе мына жердегі номерге хабарласып, осы номерге 10 мың теңге төлем ақыларыңыз жасасаңыздар болады, және сіздерге бронь жасап қояды ол кісілер, орындарыңызды алып. Жалпы алғанда осы квота бағытымен жұмыс істегің келеді, тапсырғың келеді, білім алып шетелге барғың келеді, мен мемлекеттің беріп жатқан жеңілдігін қолданғым келеді десеңіздер, толық ақпаратты мен ашып айтып беруге тырыстым. Көңілдеріңізден шықты деп ойлаймын. Сұрақтарыңыздың барлығына жауап алдыңыздар деп ойлаймын. Барлық сұрақтарға вроде жауап берілді. Әлі де сұрағы бар кісілер болатын болса, мына чатқа жазылып жатқан сілтемелер арқылы WhatsApp-қа өтіп, біздің әріптестерге сұрақтарыңыз қоя берсеңіздер болады. Сіздер pre-intermediate-тен бастап оқуға бола ма? Мен квотаға тапсырғым келеді. Иә, pre-intermediate-тен бастап оқи беруіңізге болады. Баға бірақ өзгермейді. Мен 6 ай емес 3 ай оқыдым, 2 ай оқыдым дейтін болсаңыз, ешқандай баға өзгермейді, стандарт барлықтарына. Сол үшін жеңілдікпен беріліп жатқандықтан оның жұмысы осындай, достар. Назарларыңызға рахмет, көңілдеріңізден шықты деп ойлаймын, сұрақтарыңыздың бәріне жауап алдыңыздар. Ұнады ғой эфиріміз, пайдалы ақпарат болды ғой, уақыттарыңыз босқа кеткен жоқ қой. Қысқа нұсқа 1 сағатқа сыйдырдым барлық ақпараттың барлығын. Көңілдеріңізден шықты деп үміттенем. Риза болсаңыздар, разы болсаңыздар, оны да жаза отырыңыздар. Біздің ниетіміз тек сіздерге көмектесу болған. Ризамыз дейді, рахмет дейді, сіздерге де рахмет, мейлінше пайдалы ақпарат беруге барымызды салдық. Әріптестер, сіздерге рахмет, жан-жақтан жәрдем етіп отқан. Солай. Қайырлы кеш болсын, қайырлы түн болсын сіздерге. Жақсылап ойланып, пікірлеріңіз болса біздің әріптестерге жазыңыздар, оқыңыздар. 2025 жыл негізі мүмкіншіліктер көп жыл. Оқу керек, іздену керек. Америкада спокойно отыруға болады. Ақмарал ханымның жолын сіздерге де берсін. Сіздер де грант жеңіп, оқып, білім алып, осылай біздің жанымызда жүрсеңіздер болады. Яғни Америкада мен жүрген сияқты сіздер де келе аласыздар. Біз осыған дейін 250 грант жеңдік, достар. Біз білеміз не айтып отқанымызды, қандай жұмыс істейтіндігімізді, қолымыздан бұл іс точно келеді. Тек сіз өзіңіз сенім артып келсеңіз, ары қарайғы жұмыстың барлығын біз істеп береміз. Сол, достар, тура 1 сағатқа сыйғыздым, барлық нәрсені қысқа нұсқа сапалы қылып айтуға тырыстым, мейлінше сіздердің де өзіміздің де уақытымызды алмауға тырыстық. Мен запись жасадым, сақталатын болса, записті де группаға жіберіп қояйын. Көре алмай қалған, кешігіп қалған кісілер болса, сол жерден көшірмесін көрсеңіздер болады. Тағы да қайырлы түн, сау саламатты болыңыздар, амандықта жүздесейік.